Күншіл кене. Ертегі. Ертеде бір кішкентай кене болыпты. Кішкентай кене өсе келе өзіне әдемі үй саламын деп бау-бақшадан лайықты жер іздейді. Жер іздеп жүріп, басқа жәндіктердің үйлерін көреді. Алдымен оның көзіне түскен аралар тіршілігі болды. Аралар таң атқаннан кеш батқанға дейін гүлдерден тозаң жинап, одан бал жасап, тыным таппайды екен. Аралар өздеріне зәулім үй салып, бүкіл әулетімен сонда тұрады екен. Кене ойлады: осылайда өмір сүруге бола ма екен? Құжынаған көп ара. Мен болсам өзіме бұдан да кең сарай салар едім. Ішіне кім көрінгенді кіргізбес едім. Бір өзім рахаттанып, бір үйде тұрар едім. Алайда аралар топталып өмір сүрмесе, көп бал жинап, тіршіліктерін жалғастыра алмай қалатынын кене ойлап басын қатырған жоқ. Одан кейін кене құмырсқалардың өмірін бақылап көрді. Жердің бауырын қазып, илеу салып, олар да тынбай еңбек етеді екен. Осы құмырсқаларға таң қалам. Өздерінен 2-3 есе ауыр жүкті көтеруді біледі. Күш-қуаттары мол. Бірақ неге жаман жертөледе өмір сүреді екен? Қаншама жұмысшы құр тамақ таси бергенше бір биік үй салмай ма? Мен бұлай жер астында өмір сүріп, қор болғанша әдемі соғар едім. Алайда құмырсқалардың илеуі азық сақтауға, қыстап шығуға, балаларын өсіруге ең қолайлы мекен екенін кене білген жоқ. Кененің көзіне келесі болып өрмекші түсті. Кене олардың өмірінен де бір кемшілік тауып алды. Осы жәндіктердің ішіндегі өрмекші де ақымағы жоқ шығар. Жіп-жіңішке үлбіреген жіптен үй салғаны қайсасқаны. Бұл өмірге бір рет келген соң, жарқыраған әдемі жерде тұрмай ма? Мен өрмекші сияқты үнемі шаң мен тозаңның ортасында қос мүйісте жүре алмайды екен. Бірақ күншіл кене өрмекшілер өрмегі арқылы азығын аулап, өзін осы жіптің көмегімен асырайтынын ескерген жоқ. Әйтеуір кене құрттардың да, қоңыздардың да өмірінен бір кемшілік тауып күндейтінді шығарды. Мен болсам бүйтер едім, мен болсам сөйтер едім деп, бәрін күндеп өзін ғана керемет санады. Сөйтіп жүргенде күн суытып, бау-бақшаны алғашқы қар басып қалды. Барлық жәндіктер өздерінің үйлеріне тығылды. Кене болса қатты тоңып, үй-күйсіз қаңғып қалды. Сол сәт әркімді күндеп, күнін босқа өткізгенше бір үй салып алмағанына өкінді. Амалының жоқтығынан ол бақшаның жанында байлаулы жатқан иттің жүніне жабысып алыпты. Иттің денесіне жылынып, ыстық қанға тойып, әрең дегенде аман қалыпты. Осылайша күншіл кене әлі күнге дейін үй салмай, әркімнің денесіне жабысып өмір сүріп келеді екен.